Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 7 тарауының 4 параграфын өтетін боламыз. Бізге бірінші тапсырманың бізде 4 параграфымыздың тақырыбы тезірек, биігірек, күштірек. Бізде бірінші тапсырманың керегі жоқ. Екінші тапсырма мәтін мен суреттерді байланыстырып оқып, бүгінгі тақырыптың неге осылай аталғанын дәлелдеңдер. Оқылым және тыңдалым мәтіндерінің жанр мен тілдік ерекшелігін салыстырыңдар. Сіздер өздеріңіз аудиожазбаны тыңдап, мәтіннің жанры мен тілдік ерекшелігін салыстырасыздар. Өзгеше спорт түрлері. Бізге бұның оқуды керегі жоқ. Бізде ендігісі өздік етістігі кездесіпті. Бізге бұның керегі жоқ. Өздеріңіз оқып түсінесіздер. Енді біз үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырманың бірінші мен сұрақтарын оқып алайын. 3 деңгейінде кейін жауаптарын беретін боламын. Ал оқайық. Бірінші деңгейінде айтылыпты: оқылым мәтініне салт етістік пен сабақты етістіктерді тіркескен сөзімен қосып жазыңдар. Ал екінші деңгейінде айтыпты: доппен ойналатын ойындар тізімін жасаңдар, солардың біріне сипаттама беріңдер. Үшінші деңгейінде айтылыпты: спорттық ойындардың бірінің өту барысы туралы репортаж немесе спортшымен сұхбат жүргізіңдер. Сұхбатта сол салдағы термин сөздерді қолданыңдар депті. Бірінші деңгейіне осыларды жазып аламыз. Қарсылас команда ұтылды, салт етістік. Біздің команда қарсыласын ұтты, сабақты етістік. Доп кері қайтты, сал етістік. Ойыншы допты кері қайтарды, сабақты етістік. Ойын аяқталды, салт етістік. Төреші ойынды аяқтады, сабақты етістік. Спортшы жаттықты, салт етістік. Бапкер спортшыны жаттықтырды, сабақты етістік. Көп ұпай жиналды, салт етістік. Ойыншылар көп ұпай жинады, сабақты етістік. Енді екінші деңгейіне жазамыз. Футбол, баскетбол, волейбол, кабадди, жай алай. Енді біз үшінші деңгейіне жазамыз. Репортаж. Тілші: қайырлы күн, сіз бүгінгі ойын туралы не айта аласыз? Спортшы: бүгінгі ойын өте тартысты өтті. Қарсылас команданың қорғанысы мықты болды. Тілші: сіз қай тактиканы қолдандыңыз? Спортшы: біз жылдам шабуылмен мықты қорғанысқа сүйендік. Ендігісі бізде төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада айтылған: өздерің білетін бір спортшыға мінездеме жазыңдар депті. Мен төртінші тапсырмада өздерің білетін бір спортшыға мінездеме жазыңдар деген. Енді мен оған Криштиану Роналдуны таңдадым. Әлемге әйгілі футболшы. Ол өзінің жылдамдығымен, дәл соққыларымен және физикалық күшімен ерекшеленеді. Сонымен қатар ол командалық ойынға да үлкен үлес қосады. Роналду 1985 жылы Португалияда дүниеге келген. Ол футболдағы мансабын Спортинг клубында бастады. Кейін Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус сияқты әлемнің үздік клубтарында ойнады. Ендігісі бізде бесінші тапсырма. Бесінші тапсырмада айтылыпты: мақал-мәтелдердегі өздік етістік жұрнақтарын көрсетіп, іс-әрекетті кім орындайтын анықтаңдар. Өздік етістік жұрнақтары кездесетін мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерден бірнеше мысал келтіріңдер. Шешінген судан тайынбас, тез таранғанша той тарқайды. Ең алғашқы олимпиадалық ойындар біздің заманымызға дейін 776 жылы ежелгі Грекияда өткізілген. Ең алғашқы қысқы олимпиадалық ойындар 1924 жылы Францияда өткен. Олимпиада алауын жағу рәсімі ең алғаш рет 1936 жылы Берлинде жасалған. Жауабы: өздік етістік жұрнақтары. Шешіну, тарану. Мысалдар: шешінген судан тайынбас, тез таранғанша той тарқайды. Міне осыны жазып алайық. Енді 6-шы тапсырмада айтылыпты. 6-шы тапсырмада 2 тапсырманың бірін орындаңдар. Бірінші: спорт туралы ең деп басталатын деректі толықтырыңдар. Өздік етістік жұрнақтарын анықтаңдар. Өздеріңе ұнайтын спорттың бір түрінің шығу тарихы туралы деректер тауып, жинақты мәтін жазыңдар. Өздік етістік жұрнақтарын анықтаңдар депті. Енді қазір мен екеуін де сіздерге беретін боламын. Жауап: біріншісіне жазамыз. Ең деп басталатын деп айтқан еді ғой. Соған ең алғашқы футбол матчты 1863 жылы
Англияда өткен ең жылдам гол 2 секундта соғылған. Нават Әл-Абад Сауд Арабиясы ең көп чемпиондық атаққа ие ұлттық құрама. Бразилия 5 рет әлем чемпионы. Осылай жазып кетеміз міне. Енді екіншісіне жазамыз. Футбол әлемдегі ең танымал спорт түрлерінің бірі. Оның тарихы мыңдаған жылдарға созылады. Ежелгі Қытай, Грекия мен Римде доппен ойындар ойнағаны туралы деректер бар. Алайда қазіргі заманғы футбол Англияда қалыптасты. Ежелгі футбол біздің заманымызға дейін 2-3 ғасырларда Қытайда цу деп аталатын ойналған. Бұл ойында ойыншылар аяқтарымен допты торға бағыттаған. Ал ежелгі Рим мен Грекияда ұқсас ойындар әскери дайындықтың бір бөлігі ретінде қолданылған. Қазіргі футболдың қалыптасуы 1863 жылы Англияда алғашқы футбол ережелері ресми түрде бекітілді. Сол жылы Англияның футбол қауымдастығы құрылды. Осы кезден бастап футбол кәсіби спортқа айнала бастады. Достар, осымен бітті. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық, тез.